23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні. Осы мерекеге орай облыс әкімі Ерік Сұлтановтың қатысуымен салтанатты жиын болып өтті. Салтанатта басқосуда сөз алған өңір басшысы мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызметтің мәртебесін көтеруде мол үлесі қосып жатқандарын атап өтті. Сила государственных служащих в их способности. Мемлекеттік қызметшінің жұмысы білім мен білікті, кәсіби шеберлікті, үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі мемлекеттік қызметті таңдаған адамның басты мақсаты халыққа әділ әрі ашық еңбек ету, елдің сенімін ақтау, ұлттың абыройын асқақтату. Дәл осы кәсіби мереке күні бірқатар азаматтар облыс әкімі атынан құрмет грамоталары, алғыс хаттармен марапатталды. Ортасында үздік атанып адал еңбек үшін 4 мемлекеттік қызметкер, үздік мемлекеттік қызметші ведомстволық наградасына ие болды. Шахислам Нұртазин Ақжар ауданы Новосел ауылдық округінің әкімі. Жалпы жұмыс өтілі 30 жыл, ал мемлекеттік қызметте 20 жылдан астам қызмет атқаруда. Өзім марапатталып жатырмын. Көп рахмет. Мына мемлекетші жұмыста 25 жыл қызмет етем. Әлі істелетін алдымызда жұмыс мақсаттар көп. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 1 қаңтар мен 1 маусым аралығында мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекеттік қызмет имиджін арттыру мақсатында байқау ұйымдастырған болатын. Аталмыш конкурста мемлекеттік органның халықпен өзара іс-қимылының тиімді жолы. Аталымы бойынша Солтүстік Қазақстан облысы бойынша техникалық реттеу және метрология департаментінің бөлім басшысы Бейбіт Әбілевтің мақаласы жеңіп шықты. 26 жыл болды мемлекеттік қызмет істеп жүргенімізде. Енді бір жағынан былайға айтқанда қуанышты деуге болады. Бірінші рет осы біздің елімізде осындай мемлекеттік қызметшілер арасында осындай мереке өткізіп жатыр. Осы енді бұл әрдайым болатын болады. Мереке күні ең жас мемлекеттік қызметші байқауының жеңімпаздары да марапатқа ие болды. Азат Мұхамедияров Солтүстік Қазақстан облысы әкім аппаратының жетекші маманы болып қызмет атқарады. Мемлекеттік қызметте еңбек етіп жүргеніне 1 жыл. Прежде всего повышение имиджа. Бұл байқау мемлекеттік қызметшілердің имиджін арттырып, елбасымыз алға қойған 5 институционалды реформаны жүзеге асыруға септеседі. Ел игілігі жолында еңбек етіп жүрген мемлекеттік қызметшілерге арналған салтанатты жиын мерекелік концертпен аяқталды.